Қайырлы күн достар, сіздермен Мөлдір. Бүгін мен сіздермен осындай роза түріндегі өте әдемі көрінетін творожный печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: ірімшік, жұмыртқа, сары май, қант, разрыхлитель және ұн. Ең алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қантымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Кейіннен бір жұмыртқамызды саламыз, ірімшігімізді саламыз. Енді осының барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызға разрыхлителімізді салып араластырып аламыз. Менде ұн алдын ала електен өткізілген. Және жаңағы ірімшікті массамызға ұнымызды осылай аз-аздан сала отырып, кейіннен қолымызбен нанымызды елеп бастаймыз. Менің қамырым сәл қолға жабысқандықтан мен шамамен үстіне тағы да 50 граммдай ұн қостым. Мінекей біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Қамырымызды целлофанға салып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қоя тұрамыз. Тоңазытқышқа салған қамыр қатты болып жаюға ыңғайлы. Қамырымызды тура 2 бөлікке бөлеміз да жұқа етіп жаятын боламыз. Осы кезде сіздерге бір лайфхак: егер сіздерде қамырды кесетін дөңгелекше болмаса, қарапайым бутилкенің бас жағымен кессеңіздер болады. Мінекей қамырымыздың барлығында осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Енді печеньемізді құрауды бастаймыз. Ең алдымен осылай 4 дөңгелекшені бір-бірінің үстіне қойып, рулет секілді орап, ортасынан тура 2-ге бөлетін болсақ, осындай бізде әдемі розалар пайда болады. Осы кезде пешіңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойсаңыздар болады. Екінші қамырымызды дәл солай жұқа етіп жаямыз. Егер де сіздер печеньелеріңізді жұмсақ болғанын қаласаңыздар, қамырларыңызды сәл қалыңдау етіп жайсаңыздар да болады. Ал егер қамырыңызды жұқа етіп жайсаңыздар, печеньелеріңіз қытырлақ болып шығады. Қамырымызды кескенде қалған қалдық қамырларды бір-біріне біріктіріп, одан да дәл осындай печеньелерді жасап шығатын боламыз. Дайын болған печеньелерімізді қызып тұрған 180 градус пешімізге 25-30 минутқа қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздерге бұл печеньені міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Мінекей біздің печеньеміз дайын. Дәмі деген енді тіл үйіреді. Өте жұмсақ әрі нәзік, астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар.